Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Бүгін біз сіздер менен тарсия әдісі туралы ой бөліскім келіп отыр. Тарсия әдісін қалай құруға болады? Онымен қалай сабақ өткізуге болады? Алдымен мына өтіп Google-ға кіреміз, Яндекске, тарсия онлайн деп тереміз. Осы кезде мына жерден көрсетіледі. Мына жерде тарсия деген сайтты басамыз. Соны басқан кезде мынадай бөлік ашылады. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай 4 түрлі фигура тұр. Пирамида, сосын мына жерде көп бұрыш, үлкен тұр, кішкентай тұр. Неге 4 түрлі болып тұр? Өткен себебі осыған қазір сұрақты құрастырған кезде, мысалы мынау ең кіші түрі, ол кіші түрінде 9 сұрақ құрастыруға болады. Мына жағына сұрағын, мына жағына жауабын жазасыздар. Сөйтіп 9 сұрақ дайындап алуға болады жауабыменен. Ал мына келесі бөлігіне көшсек, мынада бұның сұрақтары одан көп деген. Мысалы 11 сұрақ, 11 жауап. Ал келесі бөлігінде мынада қарап отырсаңыздар 18 сұрақ. Ал мына бөлігінде 30 сұрақтан бар. Енді бұл өзіңіздің өткізіп жатқан сабағыңызға байланысты. Егер жаңа сабақты түсіндіргеннен кейін оқушыларға сол сабақты толық түсіндіру үшін сол тақырыптың көлемінде сұрақ жауап дайындайсыз. Мысалы 9 сұрақ, 9 жауап. Сөйтіп осыған қондырасыз. Мына жерде сұрақтар тұр, сұрақтар ағылшынша жазылған. Осыларды мысалы әуелі сұрақтардың үстін былай өшіреміз. Осылай өшіреміз да. Осының орнына сұрақтар жазамыз. Бір сұрақ жазып көрейін. Окей. Ортасында болған көтеріліс. Жаны жауабы 1836. 1838. Осылай сұрақтарды тізіп жазамыз. Өйтіп соны тізіп жазғаннан кейін мына жерде сохранить деген бар, эксперт PDF деген бар. Осыларды басамыз. Оларды басқан кезде мынадай дайын түрі пайда болады. Мына жерде көріп отырғандарыңыздай дайын түрі мынау сұрақтарды құрастырған. Мына жерде мынау дайын жауаптар, мына жағында сұрағы, мына жағында жауабы. Осылай құрып болғаннан кейін келемін. Өзі 3 беттен тұрады. Келесі бетте мынау енді осылай оқушыларға қиып таратасыздар. Осыны қиып таратқаннан кейін оқушылар осы сұрақты жауабы арқылы мынадай қылып дайындайды. Бұл енді жаңа бір тақырыпты өткен кезде қолдануға болатын әдіс. Егер де тақырыпты, мысалы тарауды қайталау кезде пайдаланатын болса, онда сұрақтарды көбейтуге болады. Оның ішінде мысалы 30 сұрақ бөлігі, осындай жаңағыдай сұрақ жауаптар арқылы толтырасыз. Сол кезде 30 сұрақ дайын болады. Әсіресе мына 11-ші класста ұбт-ға дайындауға, 9-ші класста мапқа дайындағанда көп пайдасы тиеді. Бұны кез келген сабақта қолдануға болады. Тек қана тарих сабағында емес. Осылай оқушылармен қызықты жұмыс өткізуге болады. Бір жағынан оқушылар қызығып орындайды, екінші жағынан ұйымдасқан түрде барлығы бірдей атсалысады. Және де бұған қызығушылығы төмен оқушылардың өзі де, сабаққа нашар оқитын оқушылардың өзі де белсеніп сабаққа қатысып отырады.
міне осы әдіс қолдану арқылы сабақты қызықты, тиімді өткізуге болады. Көңілдеріңізден шықса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Рахмет.